Жерлестеріңіз әдуақас Болат бүгін күнде Асакаров ауданында тұрып жатса да, осы байқауды естіген соң жайдан жай жата алмай, өзінің туған жерге деген ыстық сезімін Ботақара атты туындысымен білдірген екен. Сөзін жазған ботақаралық жас ақын Айтуар Бекежанов, әнді орындайтындар Үміткер ауылының оқушылары Путятина Кристина және Қабиев Думан. Ботақара көкті көлер мекені, ата алқан бабалардан қалған жер. Жыландынан көк айналып етегі, нұра бойын тәңірин ұртанған жер. Бабамның қаны, даламның зары, киелім сенде сақталған. Жасаған әнім, арайлы тәнім, азаттық болып атталған. Бұған жырау, нардай дүлділ мақтағым, алдан түгіл, алталашын дамыған. Ел бірлігін, елдігінді сақтадың, ұрпағының осы күні бағы бар. Есімін алған арыстай ұлдан, ауданы мәңгі шарықта. Жасаған ізін жар бұл үнемі, қаймана қазақ халыққа. Ежелден ақ батыр қайсар еді, намыс туын жауға қолдан бермеген. Бұлғардайын абы жатқан еленіп, гүл мекенім мәңгі көкке өрлеген. Бабамның қаны, даламның зары, киелім сенде сақталған. Көксеген әнім, арайлы тәнім, азаттық